Микро және шағын бизнеске таза пара қағидаты енгізіледі. Енді үкімет экономиканы және кәсіпкерлікті қолдау мақсатында осындай шешім қабылдады. Яғни 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін қалыптасқан салық берешегі бойынша есептелген өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептен шығару жоспарланып отыр. Бағдарламаның шарттары, қатысу тәртібі мен салықтық режимдер туралы өңірлік коммуникациялар орталығында өткен брифингте Ақтөбе облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері баяндады. Сала мамандарының пікірінше таза парақ қағидаты шағын бизнестің салықтық реформаларға бейімделуіне жағдай жасап, кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда облыста жоба талаптарына сәйкес келетін салық төлеушілердің саны 4000-нан асады. Сонымен қатар, қосымша ұйымдастыру жедел шаралары қабылданды. Камералдық бақылау бойынша көрсетілген салық кезеңдері үшін 2026 жылдың 17-ші желтоқсанынан кейін қосымша салық есептерін ұсыну. Осыған дейінгі ұсынылған салық есептіктеріне камералдық бақылау және салықтық тексерулер жүргізілмейді. Қабылданған өзгерістер ең алдымен микро және шағын бизнес субъекттері үшін кәсіпкерліктің қызметті тоқтату рәсімдерін оңайтуға және әкімшілік жүктемені азайтуға бағытталған.